Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Кәмшат Жолдыбаева продюсерінен кетті. Ди Каприоға таяу арада Оскар бұйырмаса, актер кәсібін ауыстырып жіберу мүмкін. Танымалдылығы мен атағы бар әншілер не себепті лайфбэндте өнер көрсетуді жөн деп тапты. Ревью бағдарламасы «Нашествие 2015» рок-фестиваліне қос бірдей билетті ұтысқа қойып отыр. Продюсер Баян Есентаева кешуден кетіп өз шығармашылығын қолға алған Кәмшат Жолдыбаеваны еркіне жіберуді жөн көрді. Енді жетекшісі жеке әншімен жұмыс істемейді. Қанатының астындағы әр жобасын елге ерекше етіп танытатын Баян ханымның бұл қылығы күтпеген жайт. Дегенмен мәселенің анық-қанығын келесі бейнематериалдан бақылайық. Баян Есентаева Қазақстандағы алдыңғы қатарлы продюсер ғана емес, қол астындағы қыздарын еркіне жіберумен де танылған жетекші. Бұған дейін денсаулығы сыр берді деп, Мөлдір Әуелбековаға ән аспанында өзі қалықтауға мүмкіндік ұсынды. Келісім шартының мерзімі аяқталу себебімен Айдана Меденовамен де қош айтысты. Артынша қанатыны енді қаққан Лашынның Ақбота Айтқұловасына сәттілік тіледі. Кезек кешеудің алтын құрамында ән салып, артынша жеке орындаушылыққа ауысқан Кәмшат Жолдыбаеваға жетіпті. Баян ханым себебін баяндап жатпады. Әлеуметтік желіге жазба қалдырып, 5 жыл бірге жұмыс істеп бой жеткен жобасына өнер жолында толағай табыс тіледі. Жеке орындаушылық жолын жақында бастағанымен Жолдыбаева жұртшылыққа екі бірдей бейнебаян жолда білгерді. Пия-пиясымен тыңдарманын тез тауып, артынша ғашықтардың махаббат дастанын әнге қосты. Атап өтейік, соңғы таспаланған клипін ол өзі жеңіп алған қаражатқа түсірген еді. Енді жетекшісі де жоқ. Есесіне жаңа директор тапқан әншінің алдағы жоспарын білмек боп телефон шалдық. Алайда су жаңа көмекшісі Кәмшат ханымның бұл сұраққа қатысты жауап бермейтіндігін айтты. Ал Монғолияда қазақстандық «Рекетер 2» фильмінің тұсаукесері өтті. Аталған шараға картинада басты рөлді сомдаған актерлер Мұрат Бейсенбі мен Саят Есенбаев қатысты. Кештегі маңызды жайттың бірі «Рекетер 2»ның саундтрегі моңғол тілінде орындалуы. Тіпті оның бейнебаянын YouTube порталы арқылы 48 мың адам тамашалап үлгерген. Моңғолша бот деп аталатын ән қазақ тілінде ойлан деген мағынаны білдіреді екен. Орындаған сол елдің рэперлері Джей мен Дисан. Әдемі жұп, әдемі әйел, ең бастысы әдемі көйлек. Ал бұл луктың авторы кім? Гога Ашкеназиев инста парақшасына жүктеген суретінің астына дәл осындай жазба қалдырған. Соған қарағанда байлығы асып тасқан Гога меншігіндегі Вианет сән үйінің жұмысын жандандырып, бағытын енді айқындаған секілді. Гаухар Беркалиеваның тың туындысына таңдау жасаған Джордж Клунидің жұбайы Амаль Аламудиннің өзі болып шықты. 35 жастағы тараздың тумасы бүгінде Оксфордтық білімімен қатар Лондондағы Холланд Парк ауданындағы зәулім үйімен халықаралық бизнес империясымен мақтаналады. Ендігі ойы әлем сән қойларын өзіне қарату болса керек. Абай Түзелбай, ревью жаңалықтары. Гаджеттер әлемінің тың жаңалықтары таусылар емес. Техника саласының ғалымдары жаңа оқу жылының қарсаңында мектеп оқушыларына таптырма су жаңа құрал ұсынып отыр. Өнертапқыштардың бұл еңбегі ақылды арқа сөмке деп аталады екен. Мына көріп тұрған арқа сөмкесінің әртүрлі заттарға арналған бірнеше бөлімдері бар. Мәселен, ноутбук салатын қалтасының қатарында планшет пен смартфондарға арналған да орындар бар. Сондай-ақ ақылды арқа сөмкесінде қуаттандыратын 18 ваттық аккумулятор орналасқан. Бұл сөмкені арқалаған кез келген жан қуаттандырғыш іздеп әуре болмайды. Және құрылғыны қожайыны Bluetooth жүйесімен смартфон арқылы басқарып отырады. Ал ақылды арқа сөмкесі осы жылдың жаз айынан бастап сатылымға шыққан. Жанға жайлы бұл құрал $300 тұрады екен. Баланың тентектігі күнәсіз ермек, дегенмен шектен шығып жатса, ата-ананы ашуландырмай қоймайды. Ал гаджеттер әлемі ұсынған ақылды сағат басыңызға сәтсіздік туған кезде жаныңыздан табылады. Мәселен, баламен дүкенге, болмаса көпшілік ортаға барып, көзіңізден таса қылып алсаңыз, ақылды сағаттың көмегіне жүгінсеңіз болады. Ол үшін бүлдіршіннің қолына сағатты тағып, смартфонның экраны мен GPS модулі арқылы сәбиіңіздің қайда екенін және мекен-жайын анықтай аласыз. Ал мына кішкене құрал адам денесіне орын алған өзгерістерді анықтап береді екен. Мәселен, соңғы күндері ағзасының шаршағаны мен тыныс алу жолдарындағы өзгерістерді көрсетеді. Бұл ақпарат Bluetooth арқылы қожайынның телефонына хабарлама беретін көрінеді. Бұл құрал ер адамдардың беліне, нәзік жандылардың кеуде тұсына тағуға арналған. Серік Аязбаев, ревью жаңалықтары. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра.
Ұлттық аспабымыздың атағы әлемге танылғаны соншалық оған қызығушылық білдірген өзге ұлт өкілдерінің де саны күн сайын артып келеді. Осы уақытқа дейін қара домбыраның құлағында қара нәсілді өнерпаздар ойнаса, енді канадалық жігіт қазақтың аспабын жанына серік етіп жүр екен. Бұл Валентин есімді Канада азаматы. Қазақстанда кіндік қаны тамғанымен осыдан 4 жыл бұрын ата-анасымен Канада еліне қоныс аударған. Ал қазақтың қара домбырасына осыдан 3 жыл бұрын аңсарауы бастаған екен. Сол сәтте әжесі ұлттық аспабымызды немересіне сый қылып тарту еткен. Домбыра аспабы Канада халқын таңдай қақтыруда, неге десеңіз, кішкене ғана екі шекті аспаппен осыншама музыкалық шығармаларды орындау олар үшін әлі күнге дейін таңсық құбылыс болып отыр. Сондықтан канадалық достарым домбыра аспабын оркестрге теңейді. Валентин бүгінде Құрманғазы, Дина, Дәулеткерейдің күйлері мен Секем Тұрысбеков шығармаларын меңгерген. Ал заманауи домбырашылардан Асылбек Еңсеповті үлгі тұтатын болып шықты. Мен қазақстандық домбырашы Асылбек Еңсеповтің өнерін жоғары бағалаймын. Тіпті менің алдағы уақытта Асылбекпен бетпе-бет кездесіп таныссам деген арманым да жоқ емес. Өкінішке орай мен Қазақстанда көп уақыт болмаймын. Сонымен қатар Валентин домбыраны толық меңгеріп үлгермесе де, әлеуметтік желі арқылы өзгелердің де аталмыш аспапты үйренгенін қалайды екен. Сегодня я вас научу, как правильно настроить казахскую домбру. Мақсатым ұстаз болу емес, Қазақстанның мәдениетін өзге елдерге таныстырсам, білгенімді басқаларға да үйретсем деген ойдан түсірілген видео болатын. Сонымен қатар қазақтың ұлттық аспабын әлемге таныту мақсатында отандық өнерпаздарымыз да атсалысуда. Мәселен, әнші Әсел Қарсыбаева қара домбырамен шетелдік әндерді орындап, ғаламтор тұтынушыларын таңдай қақтырған болатын. Бірде туысқанымның үйіне қонаққа барғанымда барлығы ән салуымды өтінді. Сол кезде Құдашан видеоға түсіріп отырған болатын. Содан кейін еш ескертусіз әлеуметтік желіге жүктеп жіберген екен. Видеоны тамашалаған адамдардың санында шек жоқ. Алғаш көрген сәтте өзім таң қалдым. Дәл осы видеодан кейін тыңдарман жүрегінен орын алған Әсел қазақтың қара домбырасымен кәсіби түрде шетелдік әуендерді орындауға шешім қабылдаған сынды. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Леонардо Ди Каприо кәсіби диджейлерден бір мысқал кем түспейтін болып шықты. Джейсон Стэтхэм ұйымдастырған патиде диджейингтің шебері екенін көрсеткен актер кәсібін ауыстырса таңғалмаңыздар. Тіпті МС Леоның жаңа қызығушылығына ғашық болып қалған сылқымдар қатарынан Наоми Кэмпбелл де табылыпты. Күні кеше Джейсон Стэтхэмнің Малибудағы үйіне жердегі жұлдыздардың біразы жиналған. Десек те нағыз жұлдыз болып ерекшелене алған жалғыз Лео ғана. Оның қойған хип-хоп әуендері патиді көңілдендіре түсті дейді әріптестері. Тіпті Наоми Кэмпбелл актерді айналшықтап шыға алмай қалыпты. Мұнысында бір мән барына ұқсайды, себебі көз көргендер актер мен сәнбикенің арасында бұрыннан сезімнің болғанын айтады. Қазірде ара-тұра екеуі желкенді қайықпен ашық теңізге саяхаттайтындарын жасырмайды. Дегенмен араларында қандай да бір қатынастың болғанын жоққа шығарып отыр. Ди Каприо махаббат пен сауық сайранның жетегінде ғана жүретін жандар қатарынан емес. Актер патиден орала салысымен Арал теңізінің жойылып бара жатқанын алаңдайтынын айтып, Инстаграм арқылы пікір білдірді. Лео жүктеген бұл суретті National Geographic қызметкері Георг Людвиг түсірген. Актердің мұнда жазба қалдыруының сыры оның Біріккен Ұлттар ұйымындағы қоғамдық қызметімен тікелей байланысты. Таң қалдырудан Виктория Бекхэм де қалысып отырған жоқ. Фитнес-клубқа табан тірегенде ғана біз өкшелі туфлиін спорттық аяқ киімге ауыстыратын экс-әнші кеше суретпенмен қыдыруға шықты. Бойының аласалығын биік тақамен жасыруға тырысатын Дэвидтің жұбайының Диснейлендке жайтабан аяқ киім киіп бармасқа амалы қалмаған сында. Викторияға қарағанда Ким Кардашьян биік өкшелі аяқ киімдерді аз уақыт қана киіп жүре алады. Бұған қос себеп бар. Бірі оның аяғының ауырлығы, келесі артық салмағы. Жүктіліктің 5-ші айында жүрген киім түрлі фастфудтар мен зиянды тағамдар жеуге құмартып кеткен. Артық салмақты әжептәуір жинап алған Кардашьянға табынушылар мен жақындары арықтаудың жолын қарастыру керек деген кеңес беруде. Кани Уэсттің шарына жұрт артық салмағының барын ашық жеткізсе, Эштон Катчердің жұбайына достар астарлап айтуда. Таяуда ғана туған күнін атап өткен Мила Куниске қатарластары фитнеске арналған кілемше сыйлапты.
Әріптестеріне қарағанда Вин Дизель бақыттырақ, себебі Форсаж жұлдызы ұсақ түйекке бас қатыратын уақыттың жоқтығын айтады. Ол екі қызы мен бір ұлының тәтті қылықтарына тоймай жүр. Тіпті таяуда Инстаграм арқылы кенжесі Паулинаның суретін жариялады. 4 айдан бері сырт көзден жасырып ұстаған қызына Вин досы әрі әріптесі марқұм Пол Уокердің құрметіне орай есім таңдаған болатын. Әдемі Сейфулла, ревю жаңалықтары. Суперстар KZ жобасының 3-ші маусымнан түлеп ұшқан әншілердің басым бөлігі отандық эстрададан өз орындарын тауып, өнердің кірпіші болып қаланып үлгерді. Сол құрамнан шығып, шығармашылықтарын тәп-тәуір бастаған бұрынғы перцілік Женя мен Чайнатаунның бекеші Настяның үзеңгілестеріне ілесе алмай көлеңкеде қалып қойғаны белгілі. Ревью тілшілері бұл әншілердің бүгінде немен айналысып жүргенін бақылап қайтты. 2006 жылы бір продюсерлік орталықтан шыққан Перцы мен Чайнатаун топтарындағы Нұржан Керменбаев, Ринат Малцагов пен Динара Сұлтан ғана эстрада жұлдыздар ретінде аяқтан тұрып кете алды. Ал Ерлан Алимов продюсерлікпен айналысса, Жанар Хамитова отбасы ошақ қасында қалуды жөн санағанда, Алтынай Сапарғалиева мұхит асып, бір жолы ақшқа қоныс аударыпты. Ал топтың өзге мүшелері Евгений Гартун пен Анастасия Усова бірлесе іс атқаруда. Олар 7 жыл алдын Бакарди Лайф бэндінің негізін қалап, сол құраммен той томалақ пен түнгі клубтарда ән салып жүр. Ең әуелі топтан кеткен соң жеке әнші боламыз деп мақсат қойған жоқпыз. Біздің өнердегі бағытымыз өз-өзінен осындай жолға қойылды десек болады. Біз Лайф бэндте өнер көрсетіп кеткеніміз үшін өкінбейміз. Өнер иелерінің өздері отандық эстрадада тұлға болып қалыптаса алмадық деп еш өкінбейтін сында. Себебі жанды дауыста аспаптардың сүйемелдеумен ән салу жағынан үзеңгілестерімізден көш ілгеріміз дейді. Бұған қоса әлдеқайда табыстырақ екендерін жеткізді. Біздің өз тыңдармандарымыз бар. Оны жоққа шығара алмайсыз, бірақ біз коммерциялық жоба емеспіз. Бұған қоса Лайф бэндте жүріп шыңдала түсесің. Репертуар таңдауда да шектеу жоқ. Біз Лайф бэндте жүріп сол әншілерден қаржыны көбірек табамыз. Перцы, Чайнатаун топтары мен Суперстар KZ-тің пайдасын әлі де көріп келе жатырмыз. Сол кездегі атқарған істеріміз арқылы танып жатады. Бакардидің құрамында өнер көрсететінімізден жұртшылық бейхабар. Бір сөзбен айтқанда танымалдылықтан кендемеспіз. Бұл бейне баянда ғашықтардың рөлін сомдағанмен олардың арасында сезім жоқ, тек әріптес, дос қана. Және бақыт құсын қолына баяғыда қондырып үлгерсе, Настя өмірін сеніп тапсырар серігін әлі іздеп жүр. Әдемі Сейфулла, Ғани Қалуов, ревю жаңалықтары. Өнер жұлдыздарының қым қауыр тіршілігіне қолғабыс болатын жандардың аса қиын сыннан өтіп барып таңдалуы қажет. Себебі олар балаларын да үй жайында соларға аманаттайды. Актер Алек Болдуиннің 2 бүлдіршініне 5 бала күтушісі қарайды. Ал біздің отандық жұлдыздар қаншалықты бала күтушісінің көмегіне жүгінеді екен? Хиллари Болдуиннің перзентіне өз күшімен ғана қарауға уақытының болмайтыны түсінікті. Себебі жеке бизнесі, қоғамдық істері бар. Бұған қоса жұлдыз жұбайының көңілін табуда үлкен міндет. Сол себепті де ондаған бала күтушінің көмегіне жүгініп, туған туыстарына иек артады. 6 баланың анасы Анджелина Джоли 25 бала күтушіні жалдап қойған. Олардың арасында дәрігер мен медбикелер, спортшылар, педагогтар мен өзге елдерден асырап алған сәбилерінің ана тілін білетін жандар бар. Олардың айлық жалақысы да 200 мың ақш долларына жетіп жығылады. Бала күтушілердің міндеттері де шегеленіп қойылған. Оларға қойылатын басты талап папараццидың назарына ілікпеу және отбасы ошақ қасындағы әңгімелердің бірі туралы да тіс жармау. Голливуд жұлдыздар арасында ондаған бала күтушінің көмегіне жүгінетіндерді айтып тауысы мүмкін емес. Ал отандық жұлдыздар бір ғана шанды жалдауға аса мұқияттылықпен қарайды. Мәселен, Баян Нұрмышева бала күтушіні іздеусіне перзентханадан шыға салысымен кірісіп кеткен. Дегенмен ол табылған күннің өзінде ұлының буыны қатқанша қасында болатынын айтады. Біз енді арнайы ақпарат желілеріне, Instagram сияқты ондай салып жатқан жоқпыз, себебі ондай жақтан әртүрлі адамдар хабарласуы мүмкін, біз оларды білмейміз, танымаймыз. Сондықтан өзіміздің таныстарымыздың, ағайын тума бауырларымыздың арасынан бір сенімді, танитын, жақсы білетін адамдардан сұрастырып іздеп жатырмыз.
Баянға қарағанда Маржан Арапбаеваның бала күтушімен жұмыс істеудегі тәжірибесі көп. Әнші тұңғышын өсіруге көмектескен Шанмен әлі де байланысын үзбеген. Сол кісіге сенім білдіруінің арқасында Астанадағы істерін былай қойғанда өзге қалаларға да емін еркін сапарлатуға мүмкіндігі бар. Екінші анасы болып жатыр деп айтсам да қателеспеймін, өйткені осылай бір қойылымдар, түсірілімдер болып жатқан кезде мен қорықпай сол кісіге қалдырып кете беремін. Голливуд жұлдыздарының балалары кино түсірілімде жүрген ата-аналарын айлап, кейде тіпті жылдап көрмегендіктен өз күтушілерін анашым деп те атап кететін көрінеді. Олармен салыстырғанда отандық жұлдыздар танымалдылық пен қаржының соңына түспей, бөбектері ес біліп етек жинағанша жанынан ұзап шықпайды. Адима Сейфулла, Никита Хасанов, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Классикадан ләззат ал. Дәл осындай атаумен күні кеше оркестрлер шеруінің алғашқы концерт өтті. Бұл кеште кеңес дәуірінде шырқалған әуендер тыңдармандарымен қайта қауышып, концертті тамашалауға келген көрермендер ретро әндердің құшағына тербелді. Араға жыл салып Алматы күні мерекесі де келіп жетті. Жылдағы дәстүр бойынша аталмыш шаһардың құрметіне ұйымдастырылған мерекелік іс-шаралар оркестрлер шеруінен бастау алды. Бұл ән бұрынғаннан өзгерек демекші. Биылғы жылға таңдалған тақырып кеңес дәуірінде шырқалған хит әндер. Симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен орындалған шығармаларды тамашалауға келген тыңдарманның санында шек жоқ. Бұл жерде жасы да бар, үлкені де бар. Бұндай мәдени шаралар барлық қалаларға да керек. Өйткені адамдар өткен өмірін еске алуменен ерекшеленеді. Адамдар бұл жерден ләззат алады, яғни келеді, билейді, көңіл көтереді, позитив. Бұл жердегі адамның өзі бір алатын бір өзінің әсері бар. Значит, әр адамның көбісі өткен өмірдегілерін еске алатындай, балалық күндерін еске алатындай, мысалы кинолардағы или басқа бұрынғы уақыттардағы концерттегі айтылатын өлеңдер болғандықтан адамдар сол жиналады деп есептеймін өзім. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Сонымен қатар жыл сайын ұйымдастырылған оркестрлер шеруі биылда ескі дәстүрден жаңылмай 3 күнге созылмақ. Алғашқы күні өздеріңіз куә болғандай, симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен ретро әндер шырқалса, мәдени шараның екінші күні қала жұртшылығы қазақтың ұлттық аспаптарының орындауындағы музыкаға сусындайды. Бұл кештің шырайын дирижер Дінзухра Тілендиеваның жетекшілігіндегі отырар сазы оркестрі келтірмек. Сондай-ақ аталмыш ұжым Абай, Құрманғазы, Нұрғиса Тілендиев сынды саз саңлақтарының шығармаларын орындамақ. Ал оркестрлер шеруінің соңғы бөлімінде мегаполис тұрғындары Қанат Ахметов басқаратын мемлекеттік үрмелі аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен тыңдарман жүрегінен орын алған Еуропаның хит әндерін тыңдай алады. Айта кетейік, классикалық музыка фестивалі биыл 6-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Серік Қазаязбаев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Біздің бағдарламамыз тамыздың 29-на жоспарланған Нашествие 2015 рок фестиваліне қос бірдей билетті ұтысқа қойып отыр. Аталған шараны көзіңізбен көріп, рок стиліндегі әндерден рахат алғыңыз келсе, келесі сюжетті мұқият қараңыздар. Нашествие фестивалі осыдан 10 жыл бұрын өткен болатын. Биыл аталған шара қайта қолға алынды. ТМД бойынша рок бағытында ұйымдастырылған кешке үздіктер өз композициялары мен әндерін әзірлеп жатыр. ДДТ, Кипелов, Люман, Пилот, Дельфин, Слот топтарымен бірге Қазақстандық Алдаспан, Блюз Мотел, Кукумбер, Фукаус, Лампы оркестра мен Спутник топтары өнер көрсететін концертке ревью бағдарламасы қос билетті ұтысқа қойып отыр. Ол үшін Лампы оркестра тобының қойған сұрағын мұқият тыңдаңыздар. Сәлем достар, біз Лампы оркестра тобы. Біздің сұрақ ДДТ тобы рок фильміне қай жылы түсті? Дәл осы сауалға дұрыс жауап берген көрермен ұтысқа қойылған қос билеттің иесі атанады. Ол үшін дәл қазірден бастап Инстаграмдағы Review News аккаунтына жариялаған билет фотосының астына алғашқы боп дұрыс жауап қалдыруыңыз керек. Сәттілік тілейміз. Біз сізді Нашествие рок фестивалінде күтеміз. Абай Түзелбай, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ертең дәл осы уақытта НТК арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Көріскенше аман сау болыңыздар. Гаджеттер әлемінің тың жаңалықтары таусылар емес. Техника саласының ғалымдары жаңа оқу жылының қарсаңында мектеп оқушыларына
таптырмас су жаңа құрал ұсынып отыр. Өнертапқыштардың бұл еңбегі ақылды арқа сөмке деп аталады екен. Мына көріп тұрған арқа сөмкесінің әртүрлі заттарға арналған бірнеше бөлімдері бар. Мәселен, ноутбук салатын қалтасының қатарында планшет пен смартфондарға арналған да орындар бар. Сондай-ақ ақылды арқа сөмкесінде қуаттандыратын 18 ваттық аккумулятор орналасқан. Бұл сөмкені арқалаған кез келген жан қуаттандырғыш іздеп әуре болмайды. Және құрылғыны қожайыны Bluetooth жүйесімен смартфон арқылы басқарып отырады. Ал ақылды арқа сөмкесі осы жылдың жаз айынан бастап сатылымға шыққан. Жанға жайлы бұл құрал $300 тұрады екен. Баланың тентектігі күнәсіз ермек, дегенмен шектен шығып жатса, ата-ананы ашуландырмай қоймайды. Ал гаджеттер әлемі ұсынған ақылды сағат басыңызға сәтсіздік туған кезде жаныңыздан табылады. Мәселен, баламен дүкенге, болмаса көпшілік ортаға барып, көзіңізден таса қылып алсаңыз, ақылды сағаттың көмегіне жүгінсеңіз болады. Ол үшін бүлдіршіннің қолына сағатты тағып, смартфонның экраны мен GPS модулі арқылы сәбиіңіздің қайда екенін және мекен-жайын анықтай аласыз. Ал мына кішкене құрал адам денесіне орын алған өзгерістерді анықтап береді екен. Мәселен, соңғы күндері ағзасының шаршағаны мен тыныс алу жолдарындағы өзгерістерді көрсетеді. Бұл ақпарат Bluetooth арқылы қожайынның телефонына хабарлама беретін көрінеді. Бұл құрал ер адамдардың беліне, нәзік жандылардың кеуде тұсына тағуға арналған. Серікқазы Аязбаев, ревью жаңалықтары. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Ұлттық аспабымыздың атағы әлемге танылғаны соншалық оған қызығушылық білдірген өзге ұлт өкілдерінің де саны күн сайын артып келеді. Осы уақытқа дейін қара домбыраның құлағында қара нәсілді өнерпаздар ойнаса, енді канадалық жігіт қазақтың аспабын жанына серік етіп жүр екен. Бұл Валентин есімді Канада азаматы. Қазақстанда кіндік қаны тамғанымен осыдан 4 жыл бұрын ата-анасымен Канада еліне қоныс аударған. Ал қазақтың қара домбырасына осыдан 3 жыл бұрын аңсар ауа бастаған екен. Сол сәтте әжесі ұлттық аспабымызды немересіне сый қылып тарту еткен. Домбыра аспабы Канада халқын таңдай қақтыруда, неге десеңіз, кішкене ғана екі шекті аспаппен осыншама музыкалық шығармаларды орындау олар үшін әлі күнге дейін таңсық құбылыс болып отыр. Сондықтан канадалық достарым домбыра аспабын оркестрге теңейді. Валентин бүгінде Құрманғазы, Дина, Дәулеткерейдің күйлері мен Секен Тұрысбеков шығармаларын меңгерген. Ал заманауи домбырашылардан Асылбек Еңсеповті үлгі тұтатын болып шықты. Мен қазақстандық домбырашы Асылбек Еңсеповтің өнерін жоғары бағалаймын. Тіпті менің алдағы уақытта Асылбекпен бетпе-бет кездесіп таныссам деген арманым да жоқ емес. Өкінішке орай мен Қазақстанда көп уақыт болмаймын. Сонымен қатар Валентин домбыраны толық меңгеріп үлгермесе де, әлеуметтік желі арқылы өзгелердің де аталмыш аспапты үйренгенін қалайды екен. Сегодня я вас научу, как правильно настроить казахскую домбру. Мақсатым ұстаз болу емес, Қазақстанның мәдениетін өзге елдерге таныстырсам, білгенімді басқаларға да үйретсем деген ойдан түсірілген видео болатын. Сонымен қатар қазақтың ұлттық аспабын әлемге таныту мақсатында отандық өнерпаздарымыз да атсалысуда. Мәселен, әнші Әсел Қарсына тоймай жүр. Тіпті таяуда Инстаграм арқылы кенжесі Паулинаның суретін жариялады. 4 айдан бері сырт көзден жасырып ұстаған қызына Виндосы әрі әріптесі марқұм Пол Уокердің құрметіне орай есім таңдаған болатын. Әдемі Сейфулла, ревью жаңалықтары. Суперстар KZ жобасын 3-ші маусымнан түлеп ұшқан әншілердің басым бөлігі отандық эстрададан өз орындарын тауып, өнердің кірпіші болып қаланып үлгерді. Сол құрамнан шығып, шығармашылықтарын тәп-тәуір бастаған бұрынғы перцелік Женя мен Чайнатаунның бекеші Насяның үзеңгілестеріне ілесе алмай көлеңкеде қалып қойғаны белгілі. Ревью тілшілері бұл әншілердің бүгінде немен айналысып жүргенін бақылап қайтты. 2006 жылы бір продюсерлік орталықтан шыққан Перцы мен Чайнатаун топтарындағы Нұржан Керменбаев, Ринат Малцагов пен Динара Сұлтан ғана эстрада жұлдыздар ретінде аяқтан тұрып кете алды. Ал Ерлан Алимов продюсерлікпен айналысса, Жанар Хамитова отбасы ошақ қасында қалуды жөн санағанда, Алтынай Сапарғалиева мұхит асып, бір жолы ақшқа қоныс аударыпты. Ал топтың өзге мүшелері Евгений Гартон пен Анастасия Усова бірлесе іс атқаруда. Олар 7 жыл алдын Бакарди Лайф бэндінің негізін қалап, сол құраммен той томалақ пен түнгі клубтарда ән салып жүр. Ең әуелі топтан кеткен соң жеке әнші боламыз деп мақсат қойған жоқпыз. Біздің өнердегі бағытымыз өз-өзінен осындай жолға қойылды десек болады. Біз Лайф бэндте өнер көрсетіп кеткеніміз үшін өкінбейміз.
Өнер иелерінің өздері отандық эстрадада тұлға болып қалыптаса алмадық деп еш өкінбейтін сында. Себебі жанды дауыста аспаптардың сүйемелдеумен ән салу жағынан үзеңгілестерімізден көш ілгеріміз дейді. Бұған қоса әлдеқайда табыстырақ екендерін жеткізді. Біздің өз тыңдармандарымыз бар. Оны жоққа шығара алмайсыз, бірақ біз коммерциялық жоба емеспіз. Бұған қоса лайф-бэндте жүріп шыңдала түсесің. Репертуар таңдауда да шектеу жоқ. Біз лайф-бэндте жүріп сол әншілерден қаржыны көбірек табамыз. Перци, Чайнатаун топтары мен Суперстар KZ-тің пайдасын әлі де көріп келе жатырмыз. Сол кездегі атқарған істеріміз арқылы танып жатады. Бакардидің құрамында өнер көрсететінімізден жұртшылық бейхабар. Бір сөзбен айтқанда танымалдылықтан кендемеспіз. Бұл бейнебаянда ғашықтардың рөлін сомдағанмен олардың арасында сезім жоқ, тек әріптес, дос қана. Және бақыт құсын қолына баяғыда қондырып үлгерсе, Настя өмірін сеніп тапсырар серігін әлі іздеп жүр. Әдема Сейфулла, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары. Өнер жұлдыздарының қым қауыр тіршілігіне қолғабыс болатын жандардың аса қиын сыннан өтіп барып таңдалуы қажет. Себебі олар балаларын да үй жайында соларға аманаттайды. Актер Алек Болдуиннің 2 бүлдіршініне 5 бала күтушісі қарайды. Ал біздің отандық жұлдыздар қаншалықты бала күтушісінің көмегіне жүгінеді екен? Хиллари Болдуиннің перзентіне өз күшімен ғана қарауға уақытының болмайтыны түсінікті. Себебі жеке бизнесі, қоғамдық істері бар. Бұған қоса жұлдыз жұбайының көңілін табуда үлкен міндет. Сол себепті де ондаған бала күтушінің көмегіне жүгініп, туған туыстарына иек артады. 6 баланың анасы Анджелина Джоли 25 бала күтушіні жалдап қойған. Олардың арасында дәрігер мен медбикелер, спортшылар, педагогтар мен өзге елдерден асырап алған сәбилерінің ана тілін білетін жандар бар. Олардың айлық жалақысы да 200 мың ақш долларына жетіп жығылады. Бала күтушілердің міндеттері де шегеленіп қойылған. Оларға қойылатын басты талап папараццидың назарына ілікпеу және отбасы ошақ қасындағы әңгімелердің бірі туралы да тіс жармау. Голливуд жұлдыздар арасында ондаған бала күтушінің көмегіне жүгінетіндерді айтып тауысы мүмкін емес. Ал отандық жұлдыздар бір ғана шанды жалдауға аса мұқияттылықпен қарайды. Мәселен, Баян Нұрмышева бала күтушіні іздеусіне перзентханадан шыға салысымен кірісіп кеткен. Дегенмен ол табылған күннің өзінде ұлының буыны қатқанша қасында болатынын айтады. Біз енді арнайы ақпарат желілеріне, Instagram сияқты ондай салып жатқан жоқпыз, себебі ондай жақтан әртүрлі адамдар хабарласуы мүмкін, біз оларды білмейміз, танымаймыз. Сондықтан өзіміздің таныстарымыздың, ағайын тума бауырларымыздың арасынан бір сенімді, танитын, жақсы білетін адамдардан сұрастырып іздеп жатырмыз. Баянға қарағанда Маржан Арапбаеваның бала күтушімен жұмыс істеудегі тәжірибесі көп. Әнші тұңғышын өсіруге көмектескен жанмен әлі де байланысын үзбеген. Сол кісіге сенім білдіруінің арқасында Астанадағы істерін бұлай қойғанда өзге қалаларға да емін еркін сапарлатуға мүмкіндігі бар. Екінші анасы болып жатыр деп айтсам да қателеспеймін, өйткені осылай бір қойылымдар, түсірілімдер болып жатқан кезде мен қорықпай сол кісіге қалдырып кете беремін. Голливуд жұлдыздарының балалары кино түсірілімде жүрген ата-аналарын айлап, кейде тіпті жылдап көрмегендіктен өз күтушілерін анашым деп те атап кететін көрінеді. Олармен салыстырғанда отандық жұлдыздар танымалдылық пен қаржының соңына түспей, бөбектері ес біліп етек жинағанша жанынан ұзап шықпайды. Әдема Сейфулла, Никита Хасанов, Ерлан Абдуалиев, Ревю жаңалықтары. Классикадан ләззат ал. Дәл осындай атаумен күні кеше оркестрлер шеруінің алғашқы концерт өтті. Бұл кеште кеңес дәуірінде шырқалған әуендер тыңдармандарымен қайта қауышып, концертті тамашалауға келген көрермендер ретро әндердің құшағына тербелді. Араға жыл салып Алматы күні мерекесі де келіп жетті. Жылдағы дәстүр бойынша аталмыш шаһардың құрметіне ұйымдастырылған мерекелік іс-шаралар оркестрлер шеруінен бастау алды. Бұл ән бұрынғаннен өзгерек демекші. Биылғы жылға таңдалған тақырып кеңес дәуірінде шырқалған хит әндер. Симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен орындалған шығармаларды тамашалауға келген тыңдарманның санында шек жоқ. Бұл жерде жасы да бар, үлкені де бар. Бұлғындай мәдени шаралар барлық қалаларға да керек. Өйткені адамдар өткен өмірін еске алуменен ерекшеленеді. Адыбаева қара домбырамен шетелдік әндерді орындап, ғаламтор тұтынушыларын таңдай қақтырған болатын.
количество просмотров. Бірде туысқанымның үйіне қонаққа барғанымда барлығы ән салуымды өтінді. Сол кезде Құдашам видеоға түсіріп отырған болатын. Содан кейін еш ескертусіз әлеуметтік желіге жүктеп жіберген екен. Видеоны тамашалаған адамдардың санында шек жоқ. Алғаш көрген сәтте өзім таң қалдым. Дәл осы видеодан кейін тыңдарман жүрегінен орын алған әсел қазақтың қара домбырасымен кәсіби түрде шетелдік әуендерді орындауға шешім қабылдаған сынды. Серікқазы Аязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Леонардо Ди Каприо кәсіби диджейлерден бір мысқал кем түспейтін болып шықты. Джейсон Стэтхэм ұйымдастырған патиде диджейингтің шебері екенін көрсеткен актер кәсібін ауыстырса таң қалмаңыздар. Тіпті MC Леоның жаңа қызығушылығына ғашық болып қалған сылқымдар қатарынан Наоми Кэмпбелл де табылыпты. Күні кеше Джейсон Стэтхэмнің Малибудағы үйіне жердегі жұлдыздардың біразы жиналған. Десек те нағыз жұлдыз болып ерекшелене алған жалғыз Лео ғана. Оның қойған хип-хоп әуендері патиді көңілдендіре түсті дейді әріптестері. Тіпті Наоми Кэмпбелл актерді айналшықтап шыға алмай қалыпты. Мұнысында бір мән барын ақсайды, себебі көз көргендер актер мен сәнбикенің арасында бұрыннан сезімнің болғанын айтады. Қазірде ара-тұра екеуі желкенді қайықпен ашық теңізге саяхаттайтындарын жасырмайды. Дегенмен араларында қандай да бір қатынастың болғанын жоққа шығарып отыр. Ди Каприо махаббат пен сауық сайранның жетегінде ғана жүретін жандар қатарынан емес. Актер патиден орала салысымен Арал теңізінің жойылып бара жатқанын алаңдайтынын айтып, Инстаграм арқылы пікір білдірді. Лео жүктеген бұл суретті National Geographic қызметкері Георг Людвиг түсірген. Актердің мұнда жазба қалдыруының сыры оның Біріккен Ұлттар ұйымындағы қоғамдық қызметімен тікелей байланысты. Таң қалдырудан Виктория Бекхэм де қалысып отырған жоқ. Фитнес-клубқа табан тірегенде ғана біз өкшелі туфлиін спорттық аяқ киімге ауыстыратын экс-әнші кеше суретпенмен қыдыруға шықты. Бойының аласалығын биік тақамен жасыруға тырысатын Дэвидтің жұбайының Диснейлендке жайтабан аяқ киім киіп бармасқа амалы қалмаған сында. Викторияға қарағанда Ким Кардашьян биік өкшелі аяқ киімдерді аз уақыт қана киіп жүре алады. Бұған қос себеп бар. Бірі оның аяғының ауырлығы, келесі артық салмағы. Жүктіліктің 5-ші айында жүрген Ким түрлі фастфудтар мен зиянды тағамдарды жеуге құмартып кеткен. Артық салмақты әжептәуір жинап алған Кардашьянға табынушылар мен жақындары арықтаудың жолын қарастыру керек деген кеңес беруде. Кани Уэсттің шарына жұрт артық салмағының барын ашық жеткізсе, Эштон Катчердің жұбайына достар астарлап айтуда. Таяуда ғана туған күнін атап өткен Мила Куниске қатарластары фитнеске арналған кілемше сыйлапты. Әріптестеріне қарағанда Вин Дизель бақыттырақ, себебі Форсаж жұлдызы ұсақ түйекке бас қатыратын уақыттың жоқтығын айтады. Бұл екі қызы мен бір ұлының тәтті қылықтарын. Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Кәмшат Жолдыбаева продюсерінен кетті. Ди Каприоға таяу арада Оскар бұйырмаса, актер кәсібін ауыстырып жіберу мүмкін. Танымалдылығы мен атағы бар әншілер не себепті лайфбэндте өнер көрсетуді жөн деп тапты. Ревью бағдарламасы Нашествие 2015 рок-фестиваліне қос бірдей билетті ұтысқа қойып отыр. Продюсер Баян Есентаева кешуден кетіп өз шығармашылығын қолға алған Кәмшат Жолдыбаеваны еркіне жіберуді жөн көрді. Енді жетекшісі жеке әншімен жұмыс істемейді. Қанатының астындағы әр жобасын елге ерекше етіп танытатын Баян ханымның бұл қылығы күтпеген жайт. Дегенмен мәселенің анық-қанығын келесі бейнематериалдан бақылайық. Баян Есентаева Қазақстандағы алдыңғы қатарлы продюсер ғана емес, қол астындағы қыздарын еркіне жіберумен де танылған жетекші. Бұған дейін денсаулығы сыр берді деп, Мөлдір Әуелбековаға ән аспанында өзі қалықтауға мүмкіндік ұсынды. Келісім шартының мерзімі аяқталу себебімен Айдана Меденовамен де қош айтысты. Артынша қанатыны енді қаққан Лашынның Ақбота Айтқұловасына сәттілік тіледі. Кезек кешеудің алтын құрамында ән салып, артынша жеке орындаушылыққа ауысқан Кәмшат Жолдыбаеваға жетіпті. Баян ханым себебін баяндап жатпады. Әлеуметтік желіге жазба қалдырып, 5 жыл бірге жұмыс істеп бой жеткен жобасына өнер жолында толағай табыс тіледі. Жеке орындаушылық жолын жақында бастағанымен Жолдыбаева жұртшылыққа екі бірдей бейнебаян жолдап үлгерді. Пия-пиясымен тыңдарманын тез тауып, артынша ғашықтардың махаббат дастанын әнге қосты. Атап өтейік, соңғы таспаланған клипін ол өзі жеңіп алған қаражатқа түсірген еді. Енді жетекшісі де жоқ. Есесіне жаңа директор тапқан әншінің алдағы жоспарын білмек боп телефон шалдық. Алайда су жаңа көмекшісі Кәмшат ханымның бұл сұраққа қатысты жауап бермейтіндігін айтты.
Ал Моңғолияда қазақстандық Рекетер 2 фильмінің тұсаукесері өтті. Аталған шараға картинада басты рөлді сомдаған актерлер Мұрат Бейсенбий мен Саят Есенбаев қатысты. Кештегі маңызды жайттың бірі Рекетер 2-нің саундтрегі моңғол тілінде орындалуы. Тіпті оның бейнебаянын YouTube порталы арқылы 48 000 адам тамашалап үлгерген. Моңғолша бот деп аталатын ән қазақ тілінде ойлан деген мағынаны білдіреді екен. Орындаған сол елдің рэперлері Джей мен Дисан. Әдемі жұп, әдемі әйел, ең бастысы әдемі көйлек. Ал бұл луктың авторы кім? Гога Ашкеназиев инста парақшасына жүктеген суретінің астына дәл осындай жазба қалдырған. Соған қарағанда байлығы асып тасқан Гога меншігіндегі Вианет сән үйінің жұмысын жандандырып, бағытын енді айқындаған секілді. Гаухар Беркалиеваның тың туындысына таңдау жасаған Джордж Клунидің жұбайы Амаль Аламудиннің өзі болып шықты. 35 жастағы тараздың тумасы бүгінде Оксфордтық білімімен қатар Лондондағы Холланд Парк ауданындағы зәулім үйімен халықаралық бизнес империясымен мақтаналады. Ендігі ойы әлем сән қойларын өзіне қарату болса керек. Абай Түзелбай, ревью жаңалықтары.